Қазақстан тарихы бұл жекелеген фрагмент емес, бұл мыңжылдыққа татитын шежіре. Ұлы дала тарихы күні бүгінге дейін үзілмейтін естеліктерге толы. Сақ тайпасынан бастап көне түркі әлемінің өркениеті, Ұлы Жібек жолының жаңғырған дәуірі. Мұның барлығы қазақ жерінің тарихы. Қазақстандықтар әлемге металлургияны үйретіп, аң стилі өнерін игерген, алғаш жылқыны қолға үйреткен еуразиялық мәдениеттің ұрпақтары. Әлемге әйгілі алтын адам мен қырға толы қызғалдақ та біздің елге тиесілі. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің халықаралық көрмесінің жаңа форматы елбасы атап өткен ұлы даланың 7 қырын қамтиды. Бастамастан бастасақ, айтып отырмыз ғой, рухани жаңғыру тарапынан біздің елбасымыз айтқаннан кейін осы жоба басалды. Бүгінгі таңда 2-ші жылы жүріп жатыр. Осы биылғы 2019 жылды Татарстан Қазаннан бастап жатырмыз. Бұл формат бұл көркем өнерінде кішкене өзгерді. Өйткені біздің елбасымыздың жаңа тарапынан шыққан ұлы даланың 7 қырына байланысты, 7 қырына бөлген. Сол үшін қазіргі орталық алтын адам болса да, қасына металлургия дейміз, атты үйрену азаматтарға, басқалардың соның бәрін осы ішіне кіргіздік. Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі Қазақстанның спорт және мәдениет министрлігі мен Республикалық ұлттық музейдің ұлы дала мәдениетін және тарихын дүние жүзіне таныту мақсатындағы бірлескен халықаралық жобасы. Қазақстанның бас символы алтын адам әлем астаналарындағы көшпелі көрменің негізін бастаушы. Десе де өзге де экспонаттар Қазақстан тарихының өзіндік бөлек тарау саналады. Минск, Мәскеу, Баку, Сиань, Гданьск, Сеул бүгінде өз жерлерінде алтын адамды көріп үлгерген қалалар. Дәл қазіргі уақытта ұлы дала қазынасы Қазан қаласына қойылды. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұрасының экспонаты Татарстан астанасының жүрегі саналатын Қазан Кремлінің төрінен орын алды. 1000 жылдық тарихы бар Қазан Кремлінің сыртқы көрінісі осы уақытқа дейін сан мәрте өзгеріске ұшырады. Дегенмен бұл жердегі жер асты мешіттері, қамалдар мен қорғандар жақсы сақталған. Қазіргі уақытта оның территориясында жергілікті халықтың тұрмыс-тіршілігі мен мәдениетінің тарихын баяндайтын бірнеше музейлер бар. В целом глобальная история. Жалпы жаһандық тарихта түркі әлемінің орны үлкен. Өткенді онсыз елестету мүмкін емес. Түркі әлемі туралы сөз қозғаған кезде әлбетте қазақ, татар халықтары ойға келеді. Сондықтан да біздің екі жаққа да ортақ қасиетті жерлеріміз және зерттеу кешендеріміз бар. Тіпті түркі мемлекеттері ыдырағаннан кейін де біздің кейбір ортақ дүниелеріміз сақталып қалды. Олардың қатарында біздің тілдеріміз, дініміз және материалдық мәдениетіміз бар. Кремль Қазан хандығының негізгі бекінісінің орнында қаланған. Ол өз заманында қазақ және көптеген түркі халықтарының бесігіне айналған Алтын Орданың территориясында орналасқан. Екі елдің тарихтары мен мәдениеттерінің сабақтастығын Қазақстанның ұлттық музейінде сақталған археологиялық жәдігерлер дәлелдейді. Мұндай тарихи қазыналармен бүгінде татар қауымының жақынырақ танысуына мүмкіндігі бар. Интересно этот предмет. Мәселен, мұнда қойылған заттар орта ғасырлық кезеңге тиесілі. Сәйкесінше олар Қазақстан территориясын кесіп өткен Ұлы Жібек жолының тарихымен таныстырады. Яғни бұл көне жәдігерлер осы археологиялық ескерткіштерден ұсынылған. Сонымен қатар көрмеге түркі кезеңіндегі жазуы бар археологиялық затта қойылған. Міне, дәл сол дүние көрмедегі түркі әлемі мәдениетіне арналған экспозицияның маңызды жәдігері. Ерекше құмыра ерте орта ғасырлық археологиялық кезеңге тән. Мұнда Берел қорғанынан табылған үлкен топтама бар. Қазанға барлығы 127 экспонат әкелінді. Олардың әр қайсысының өзіндік құндылығы бар. Археологияның, этнографияның, зергерлік өнердің көне бұйымдары мен қару-жарақтар бар өткен заман шеберлері жасаған туындылардың тек кішігірім бөлігі ғана. Осылайша бұл көрме Еуразия жеріндегі дала мәдениеті мұрасының ерекшелігін айқындайды. Қазан Кремлінің манеж көрме залына тәуелсіз Қазақстанның символ саналатын алтын адаммен қатар есік қорғанынан табылған аңызға айналған әйгілі руна жазуымен өрнектелген күміс тостаған да қойылған. Экспонаттардың барлығы да ерекше етіп қоршалған. Қазақстандық көрме бұл жолы да әдеттегідей көпті тарихымен таңдай қақтырды. Для меня, как для музейного, Мен үшін музей қызметкер ретінде мұндай көрме үлкен таңданысымды оятты. Біріншіден, көрмені көрерменге осылайша жеткізуі қызықтырды. Дизайнердің шешімі шынымен де мені керемет таңғалдырды. Себебі біз әдетте осындай құндылықтарды дәстүрлі түрде көріп үйренгенбіз. Яғни қарапайым сөрелерден көреміз. Ал мұнда біз сондай құнды жәдігерлердің мүлдем басқаша бағытта қойылғандығын аңғардық.
Бұдан бөлек Қазан Кремлінде археолог, тарих ғылымдарының докторы Зейнолла Самашевтің лекциясы өтті. Тарихшы өткен жылдың жазында Қазақ Алтайы қорғанында ашылған жаңа қызықты мәліметтермен бөлісті. Дәлірек айтқанда, қазақ ғалымдары жер астынан тағы да бір алтын адамды тапқан болатын. Бұл заманауи ғылымға әйгілі болған дәл осындай алтыншы құнды экспонат. Алтын адамдардың шығу тарихтары бір-бірлеріне ұқсас. Олардың барлығын ортақ мәдени дәстүрлер, сақтардың бірыңғай аң стилі және өмір сүрген ұлы дала территориясы байланыстырады. Ал Мұрағат 2025 ғылыми әдістемелік орталығының жетекшісі Берік Әбдіғалиұлының лекциясына қатысқандар елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жазған ұлы даланың 7 қыры мақаласымен танысып, сонымен қатар Қазақстандағы қасиетті жерлерді зерттеу жұмыстары туралы қызықты деректерді естіп білді. Я решил... Мен бұл туралы қысқаша айтып өтейін дедім. Себебі олар біздің қандай мақсатта келгенімізді, жалпы немен айналысатынымызды білулері тиіс. Біздің нақты мақсатымыз бар. Біз рухани құндылықтарымызды қайта қалпына келтіріп, тарихымызды танып, дәстүрімізді жандандыруды көздейміз. Мен өз лекциямда есте сақтау саясаты туралы айтуды жөн көрдім. Тарихи сана сезімді дамыту саласында бұл мемлекеттік саясат болып саналады. Тұңғыш президенттің рухани жаңғыру және ұлы даланың 7 қыры жобалары, мұның барлығы осы тарихи сана сезімді қалыптастыруға бағытталған жұмыстар. Қазақстанның қасиетті жерлерін зерттеу жұмыстарымен көрме келушілері де танысалады. Қазан Кремлінің көрме залында интерактивті медиа экрандар жұмыс істейді. Олардың бірі Қазақстан картасы арқылы ондағы қасиетті жерлерді көрсетсе, өзгелері зергерлік бұйымдардың мән мағынасы мен оларды қолдану әдістері туралы баяндайды. Қазандағы көрме толықтай жаңа форматқа ие. Десе де 2 жылдық тарихы бар жобаның өзіндік дәстүрлерде қалыптасып үлгерген. Мәселен, Сазген саз ансамблі әдеттегідей көпшілікті сазда әуенмен қуанта түсті. Бұл жолы музыканттар Қазан Кремлінің бас көшесінің бойына шығып, қобыз бен домбырадан күмбірлетіп күй төкті. Қазақ музыкасы екі елдің ғылыми, мәдени және шығармашылық өкілдері қатысатын салтанатты ашылудың негізгі кіріспесіне айналды. Это выставка о том, что каким... Бұл көрме медиа кеңістіктің қандай болғанына қарамастан, заманауи технологиялардың дамып жатқанына қарамастан, тарихи құндылықтарды ұмытпау керектігін аңғартады. Көне жәдігерлерді сақтау біздің асыл мұрамыздың байлығы, біздің ортақ міндетіміз. Ұлы дала, тарих пен мәдениет көрмесінің ашылу салтанатына Қазақстанның Қазандағы бас консулы Еркін Тұқымов та келді. Қазақстандық өкіл көрменің екі ел үшін тарихи маңыздылығын атап өтті. Культура это в любом случае. Мәдениет бұл екі елдің экономикалық, саяси және даму қарым-қатынастарының негізін қалайтын құрал. Біздің ғасырларға созылатын тарихтарымыз тереңде жатыр. Бүгін жақсы ойлар айтылды. Ортақ жобалар жасауымыз керек. Өз тарихымыз бен мәдениетімізді көрсетуіміз тиіс. Өзге де елдерге де танытуымыз қажет. Бұл орайда ең алдымен көрші елдерге барған жөн. Дәлірек айтқанда, бізді танып білетін түркі тілдес бауырларымызға жол тарту керек. Бұл тек қызығушылық қана емес, бұл тарих. Қазандықтар мен қала қонақтары бір ай бойына бауырлас халықтың мәдениетімен жақынырақ танысуына мүмкіндік алады. Ұлы даланың тарихына үңіліп, тіпті киіз үйге бас сұғып, көз тартатын көне зергерлік бұйымдарды тамашалайтын болады. Тарихи астары тереңде жатқан ескерткіштер кім күнді болмасын қызықтыра түсетіні анық. Өткенге көз жүгірту тарихты тану ғана емес, сонымен қатар екі елдің сабақтастығын ұғыну. Көрмеге келушілер бұдан бөлек алтын адаммен де естелік суретке түсулеріне мүмкіндік бар. Древневенгерские племена. Көне венгер тайпасы да осы жерде тұрған. Жалпы мені бізде қандай ортақ дүниелер бар болғаны қызықтырады. Ондай заттарды көзімде шалып қалды. Мәселен, көрмеден балтаны көрдім. Біздің де халық 8-9 ғасырлардың соңында дәл осындай балтаны пайдаланған. Когда проводят подобные мероприятия, Осындай шаралар өткізілген сәтте Қазақстан тарихымен толығырақ танысуға болады. Бұл бірінші мүмкіндік. Қазақстан біздің бауырлас еліміз. Екінші мүмкіндік ол біздің жақсы қарым-қатынасымыздың тағы бір сатыға көтерілгендігі. Сонымен қатар ең бастысы бүгінгі күн бұл тарих. Один из пунктов программной статьи. Елбасының ұлы даланың 7 қыры мақаласының бір бөлігінде Қазақстан қызғалдақтар отаны екені көрсетілген. Бұл тезис көрмеде де өз орнын тапты. Көктем сайын шыққан жерінде қайта гүлдеуін әдетке айналдырған қызғалдақ алтын адам сынды тек көрменің ғана емес, сонымен қатар ұлы дала тарихының да символына айналды.